Ертеде екі ел аралас, бірі мол байлық сайыбы, бірі өте сығынышы, әмегінен кедей болып жүрген. Олардың ортасында бір күні екі балалы ертегі туды. Бірі байдың ұлы Ерденбек, бірісі кедейдің қаны Қазақай болады. Ерденбек қалаудың қамшылы дарыныдан дүрікті қақықтан түсіп, елдің ара сенімді бала болып түшкен. Айболат болса далада, тамша аяқты, адал еңбекпен байланысты. Түмендегі жандармен жақсы нұрға тола. Бір күні екі бала оқымен ой жолма жиналды. Ерденбек: Айболат, сенің сапқыдар майдандар аралайды, сеңсіз дары жыры де бай, дейді базар адамдары. Айболат онсыз тыңдайды да: солай деген бөлмеңді, мен адалдықтан барым баға өділім. Әксіз зеңгі сеңүй болмаса да, үйдегі ауыл қасымында берекетті болар, деп жай жауап берді. Ерденбек қызығып: қаласаң менің қаласында бір мүшәрік дастархан бар, атқа мініп келтуің керек пе? Айболат ойлаштырып: бағыт түрге кест озы қазылы жерге қайтамын, сондам да адалдықпен қолдалып, ақылды жолдасым болсын. Ерденбек бір күні атаулы жер жолда базара аттарым жиналды да Айболатқа: менің орнымда осы кездегі сөздеріміз саяды, қален жақсы ақылдарды жалға батырсаң, соғын жақсаң салай болады, деді. Айболат: байдың екі орнымда мен дұрыс емеспін, бірақ адамның сенімін қарсы алмай сөз жасны болып жететін туайын, деді. Белден бәрі одан кейінгі күн Айболат жалғыз жолма айылға қайып жүрді. Сол арада Ерденбек ат алмастырып, індет тіліптегі сөздерді ажыратып, әділетпен байдың жақсы көккенше жеткізеді. Осы вақыт болып, айызғары болыпты. Егізбай мен кедей бір күні айсер етеді, барында Айболат атқа мініп аталдықпен жұмыста боларды. Бір күні Ерденбек кедейге барып: Айболат сөзге тұрады, барамен ақылбай сенім артады, дейді. Кедей тедей лағып: мен де ол сұратының айнерім сеземін. Айболат адалдық суы байды теміргүлге салып, жүктерді баюға да ертең сипап кетті, деді. Ерденбек қыдырып: қаласаң бағысым бар, мен Айболатқа жұмысқа сертеп беремін. Ол байларды анам ететін сөз, адамды танитын ақыл. Сол күндер аңғаралысында балалар жиналып, Ерденбек пен Айболат тұйық соңқа бас кейіп, баршаны жатырып. Айболат: яғер, ертегі балалық бір күде аслу болады. Байдың ақылымнен адамдар жарасады, кедей мен еспақ байланыстар ортақ ақылға қырап бірлеседі. Ерденбек: мен байлығымыз бен байдың құдыратын сенгер сұрақтарını қайтырамын. Қаласаң бірге жоспар түсініп, бай екенін анық көрсе болады, деді. Сол күні біз кедей мен байдың ортасını бірге көрдік. Бірі адалдықпен адам еттік, бірі дүрікті, мол байлық жандарға тарап, ортақ ақыл, орта болатындығына сенімді болдым. Осылай ертек басқа жақтарды ақылып адамны бірлесуін, айдалдық пен мәртебе улаңғы жолдағы темір белгісі болды. Сол қызға талғаны Ерденбек мен Айболат. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.